Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода кекс пирог дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады және де құрамындағы заттары өте қолжетімді заттардан тұрады. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен үлкендеу ыдысымызға 4 дана жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Келесі қантымызды салып, тағы да араластырамыз. Одан кейін 1 стакан жылы сүтімізді құямыз. Және де кәдімгі сұйық майымыздан құйып жақсылап араластырамыз. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді келесі ұнымыздың үстіне ванилин және де шамалы разрыхителімізді қосып араластырып аламыз. Одан кейін осы ұнымызды массамызға 2 бөліп қосып, венчикпен бір тегіс болғанша араластырамыз. Ешқандай да арасында түйіршіктер қалып кетпеуі керек. Ең соңынан қалған ұнымызды салып, тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса болып шығады. Міне бір тегіс болып шықты. Енді бөлек ыдыста шамалы сүт құямыз. Оның үстінен 2 ас қасық какаомызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді алдыңғы массамыздың жарты бөлігін какаоның үстіне құйып, қасықпен араластырамыз. Біздің массамыз шамалы сұйық болып шығады. Оның үстіне шамалы ұнымызды қосып араластырамыз. Сол кезде екеуінің қоюлықтары бірдей болып шығады. Мінекей біздің массаларымыз дайын болды. Енді 22 диаметрлік формаға немесе мендегі осындай тік төртбұрышты форма кәдімгі сары майымызбен жақсылап майлаймыз. Мендегі формам жаңа болғандықтан түбі жабыс қалмас үшін шамалы ұнымды себемін. Сіздерде бұндай форма болмаса, кәдімгі домалақ 22 диаметрлік формаға құйсаңыздар болады. Енді біздегі бірінші массамыздан 2 ас қасық, одан кейін келесі какаодан 2 ас қасық. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай екеуінен кезек-кезек үстінен құйып отырамыз. Құрметті достар, астындағы подписаться батырмасын басып, қасындағы қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен өте пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей достар, біз барлығын құйып шықтық. Енді осындай шпажканың көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай бетіне узор саламыз. Сол кезде біздің пирогымыз өте әдемі болып шығады. Енді алдын ала қызып тұрған 180 градуста пешімізде 35-40 минуттай толықтай піскенше пісіріп аламыз. Міне достар, біздің кекс пирогымыз дайын болды. Енді осындай ағаш таяқшамен тексеріп көреміз. Құрғақ болып шықса, біздің пирогымыз толықтай піскен болып шығады. Енді толықтай суытамыз. Міне біздің кекс пирогымыз толықтай суып дайын болды. Бетіне шоколад ертіп құйсаңыздар, немесе кәдімгі қант ұнтағын сеуіп, кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мінекей ортасы өте жұп-жұмсақ болып шықты, және де ортасындағы узорлары мраморный болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.